Бәріне сәлем, сіздермен бүгін мен батон нанының өте жұмсақ болып шығатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды салып, оның үстіне тұз, қант, дрожжи салып жақсылап араластырып алғаннан кейін жылы су, майымызды құйып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз қолға жабыспалы жұмсақ қамыр болады. Ол кезде біз май жағып немесе ұн себу арқылы жақсылап июін қандырып тұрып қамырымызды илейтін боламыз. Қайта илеп болғаннан кейін қамырымызды пакетке салып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоятын боламыз. Ашып шыққаннан кейін қамырымыз үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды соның үстіне салатын боламыз. Яғни бізде бұл қамыр жабыспалы қамыр болады. Сепкеннен кейін қолдың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Жайып алған қамырымызды осылайынан рулет сияқты ораймыз да, үстінен 1-2 рет басып, тағы да осылайынан әдемгілеп орап, қолымызбен жақсылап жұқа әрі думалақ қылып, қамыр қылып тағы да жаятын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осылайынан батонның формасындай қылып орайтын боламыз. Осылай әдемілеп орағаннан кейін формамызға астына ұн себіп, үстіне батон нанымызды қоямыз да, бетін сүлгімен жауып, 20 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Демалып шыққаннан кейін бетіне сүтімізді жағып, 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің батон нандарымыз пісіп шықты. Өте әдемі әрі жұмсақ, иісі де прям күшті болып тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе таңғы асқа балаларға сармай жағып бергенге өте керемет. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.